Қарлығаштың құйрығы неге айыр? Күндердің бір күні жылан жер жүзіндегі жанды мен жансыздарға мынадай арыз айтады. Не тәңірім сендердің бәрінен кем жаратыпты. Аяқ қолым жоқ, басымды көтере алмай жер бауырлап қалдым. Не жеп не қоярымды да білмеймін. Сендердің бәрің бір бүтін тілдісіңдер, ал мен айыр тілдімін. Ойлап отырсам, жанды мен жансыздыңның ішіндегі сорлысы мен екенмін. Маған ешқайсың жәрдем еткілерің келмейді. Мен қасіретті көп тарттың, ондайлар әрдайым әділ келеді. Сен барлығымызға патша да бола аласың деп, сөзбен болса да жұбатып кетпейсіңдер деп, ол екі көзінен қанды жасын сорғалатып ағыл-тегіл жылайды. Жанды жансыздардың барлығы жыланға аяныш білдіріп, өкпесін орынды көреді. Қарасаң деп қақпайтын, қара қылды қақ жарған ақ жүрек алқышымыз болар десіп, өздеріне патша етіп сайлайды. Жыл артынан жыл, күн артынан күн өтіп жатады. Күндердің күнінде жылан екен бүкіл әлемге патша болып, барлық билікті өз қолыма алсам, бұдан да жақсы тұрар едім. Ме көрінген тамақты ішпей, дүниедегі жандылардың ең тәтті қандысын жер едім деп қиялдайды. Қан дәмін айыра алатындарды шақыртады. Қос қанатын делдитіп, аяқтарын шілтитіп, қуарып шіркей тұмсығын едірейтіп маса, патшаның көңілін табам деушілердің бәрі келеді. Патша осылардың ішінен шіркей мен масаға жер жүзін аралап, өсімдіктердің дәмін татып, жанды жансыздың қанын сорып қайтыңдар. Тек бұлар ғана емес, қаттыдан, тастың, жұмсақтан, топырақтың да дәмін алыңдар. Дүниедегі ең тәтті зат бұдан былай менің тамағым болатындай етіңдер деп, уақыт кесіп бүкіл әлемді шарлатып жібереді. Күн артынан күн өтіп, патшаның кесіп берген мезгілі де жетеді. Шіркей әлсіздігінен жел болса, шөптің түбіне қашып тығылып, тымақта ыңылдап ән салғансып жүріп кешігіп қалады. Маса өсімдік пен жандылардың ең тәттісін біліп алып, патшасына қарай әуелей ұшып әндетіп келе жатқанда қарлығаш кез болады. Я, маса досым, патшамызға ең тәтті тамақ іздеп кетті деп естідім бе, таптым ба? Маса қарлығашты менсінбей, сұрағына жауап қатпай, зыла жөнеледі. Түсіндім. Жолым болып іздегенді тапқан екенсің достым. Азаматсың өзің, сенің ептілігіңді, нәрсенен қайтпайтын мінезіңді білемін. Қасиетіңді барлық қанаттыларға айтамын. Еп қарлығаш масадан сыр татты. Мақтаудан масаның исі шыға мастанып. Патшамыздың тамағына не тапқанымызды білесің бе? Маса досым, мен не білуші едім? Сен денемнің үлкендігі болмаса, ақылым аз емес пе? Патшаның ақылсызсыз. Әне маса досым, атшы маған. Патшамыздың тамағына кім таптың? Маса одан сайын еліре түсіп, дүниеде патшамызға лайықты ең тәтті тамақ адам қаны екен? Адам сияқты ақылды да айлалы жан, домалаған сілімтік жыланға жем болып қалама, деп қарлығаш бір амал ойлайды. Менің ақылымның қысқалығы осы емес пе, маса төрем? Адамның қаны тәтті дегеніңізге сенер-сенбесімді білмей келем. Дүниеде тәтті қанды тауып, дәмін татқанның тіліне
алтын мөр түсіп қалады деп шешем көп айтушы еді. Әне, тіліңізді шығарып, мөріңізді көрсетіңізші. Алтын мөрге көз салғанның өзі біз үшін үлкен қуаныш қой. Бұл мақтауға еленген ессіз Маса, көрсең көре ғой байғұс деп тілін ұсынады. Қарлығаш шап беріп Масаның тілін жұлып алғанда, ол сөйлей алмай ыз-ыз етіп, патшасыз жыланға қарай ұша жөнеледі. Қош, тілің жұлынды, аузыңа құм құйылды. Адамның қанының тәттілігін енді қалай түсіндірер екенсің? Деген оймен қарлығаш артынан ұшады. Маса бірдемелерді айтқысы келіп, ұз-ұз етіп зар қағады. Бірақ еш нәрсені түсіндіре алмайды жыланға. Мұның тілі аузынан түсіп қалған ба? Немесе жынданған ба? Мынаның не деп тұрғанын түсінгендерің бар ма? Деп жылан тұрғандарға қарайды. Өте түсінікті патшам, дейді қарлығаш сонда. Түн көрмей кетейін, бірдеңе ұқсам. Кәне, түсінсең айтшы, не деп тұр? Ызыңдап ұшып жүріп бүкіл әлемді араладым. Бірақ неше түрлі өсімдікті, топырақтан басқа еш нәрсені таппадым, дейді патшам. Тілі сөйлеуге жарамаса да, құлағы сау Маса бұны естігенде жаны шығып кете жаздайды. Ызыңдап келіп қарлығашқа 2-3 рет тиіседі де, жыланның алдына барып жылап жібереді. Мұның тіліне бір пәле қылған екенсің ғой, деп жылан қарлығашқа атылып кеп кетеді. Қарлығаш ұша жөнеледі. Жылан ұша жөнелген қарлығаштың құйрығын ғана тістеп қалады. Жылан содан былай топырақ жалап, алмаса ызылдап қалады. Адам жыланды көрсе өлтіріп, басын езетін болатын. Қарлығаш жыланнан қорқып, адамды дос тұтып, үйдің төбесіне ұя салады. Бірақ оның құйрығы кем, 2 айырық болып қалған екен.